Қасқыр мен егінші. Бір қасқыр тамақ іздеп келе жатып, қарулы тұрған қақпанға түсіп қалады. Олай жұлқынып, бұлай жұлқынып, зорға құтылады. Қашып бара жатқан қасқырды аңшылар көріп, артынан қуа жөнеледі. Қасқыр сасқалақтап бір егіншіге келіп жайын айтады. Қайтсең де мені жасыр, ұмытпаспын жақсылығыңды, мені қабымға салып арқалап жүре бер деді. Қасқыр жылап тұрған соң, егінші адам қабына салып алып, арқалап жүре береді. Кешікпей аңшылар мылтық қылышын жарқылдатып жетіп келеді. Егіншіден сұрайды: «Қашып бара жатқан қасқырды көрмедің бе?» деп. Егінші: «Жаңа бір қасқыр анау шоқайдан қашып өтті, тезірек ұмтылыңдар» деді. Аңшылар асып кеткеннен кейін егінші қаптың аузын шешіп қасқырға: «Жөніңе жүре бер, маған да бір жақсылық етерсің» деді. Қасқыр қуанып секіріп шығып егіншіге: «Мен сені жеймін, қарным ашты» деп тап береді. Егінші байқұс сасқалақтап: «Ай қасқыр, бұның қалай? Мен сені өлімнен құтқарып алып қалып едім, жақсылыққа жамандық ете ме екен? Олай болса, төрелетейік, қайсымыздікі жөн екен» дейді. Екеу керісіп тұрғанда қаңғырып бір жағынан түлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаны бастан аяқ айтып шығады. Түлкі: «Жоқ, сөзді айтпаңыздар, менен басқа біреу естісе күліп жүрер. Дорбаға үлкен қасқыр сыйды дегенге нанбаймын, барып тұрған өтірік» дейді. Қасқыр мен егінші бұл рас деп керісіп болмайды. Түлкі қасқырға: «Қапқа кірмей сенбеймін» дейді. Қасқыр сендірмекші боп қапқа кіргенде түлкі егіншіге: «Байла қаптың аузын, енді қимылдайтын кезің келді. Қане, мен көрейін, күзді күні егінді қалай соғып жүрсің» дейді. Егінші құраланып алып қасқырды ұра бастайды. Түлкі: «Енді қаптың аузын аш» дейді. Қасекең алды артына қарамастан шыға жөнеледі. Артынан түлкі: «Көптен бері істемеген бір әділ төремеді» деп сақ күліпті. Сөйтіп егінші байғұс түлкінің айласымен ажалдан құтылыпты.